Биыл Қазақстан тәуелсіздіктің 30 жылдығын атап өтуде. Бұл тарихи өлшемдер бойынша қысқа уақыт кезеңі, бірақ осы жылдар ішінде ел егеменді даму жолында үлкен қадамдар жасады және айтарлықтай табыстарға жетті. Біз сізге Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы ең маңызды жетістіктерінің нұсқасын ұсынамыз. Сөзсіз ең бірінші және маңызды жетістік тәуелсіздіктің жариялануы. 16 желтоқсанда Қазақстан тарихындағы жаңа кезеңнің кері санағы басталды. Тәуелсіздік дәуірі басталды. Іргелі құжаттар қабылданып, Қазақстан әлем картасында шекарасы нақты бекітілген ел ретінде пайда болды. Өзінің әскерін алды, тәуелсіз мемлекет үшін қажетті басқару құрылымдарын құрды және барлық мемлекеттік рәміздерін бекітті. Соңғы 30 жылда Қазақстанды әлемдік қоғамдастық барлық этностар өкілдерінің толеранттығын, конфессияаралық және мәдениетаралық келісімді қамтамасыз етуге бағытталған дикті ішкі саясат жүргізетін мемлекет ретінде таныды. Біртұтас Қазақстан халқы заманауи және бәсекеге қабілетті зайырлы мемлекет құруда. Қазақстан өзін халықаралық қоғамдастықтың толыққанды мүшесі ретінде көрсетті. Достық, тату көршілік пен өзара тиімді ынтымақтастықтың бейбіт және конструктивті саясатын ұстанады. Қазақстан әлемдегі қуаты бойынша 4-ші орында тұрған ядерлік арсеналынан бас тартты. Бұл қадам әлемді жетекші державалардың сенімділігін арттыруға қызмет етті. Қазақстан жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға табысты көшудің үлгісін көрсетті. Нарықтық экономиканың барлық механизмдері мен заңнамалық базасын қалыптастырды. Экономиканың серпінді дамуы мемлекетке өмірдің барлық саласында одан әрі реформалар жүргізуге мүмкіндік береді. Мемлекет басшысының бастамасымен құрылған және жоғары заң шығарушы органға ұсынылған Қазақстан халқы ассамблеясы пайда болды. Қазақстан әлемдегі бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына кірді. Экономикалық табыстардың арқасында халықтың әл-ауқатының нақты өсуін қамтамасыз ету мүмкін болды. 1996 жылы Қазақстан халқының 35% кедейлік шегінен төмен болды, ал қазір бұл көрсеткіш одан төмен дәрежеде. Қазақстан 10 жылдан астам үзілістен кейін Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін бастауға қол жеткізді. Бұл кезде саммит алғаш рет Орталық Азия аймағында және бұрынғы КСРО аумағында Қазақстанның астанасында өтті. Қазақстанның және жеке тұңғыш президенттің табысы жаңа елорда астананың құрылуы. Өткен жылдары қарапайым облыс орталық орнында сәулет саласында барлық әлемдік талаптарға сәйкес жаңа қала құрылды. Қазақстанның үлкен жетістігі елдің халықаралық аренадағы табысы, оның ішінде еуразиялық экономикалық интеграция, аймақтық экономикалық және саяси көшбасшылық саласындағы бастамалар. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан әлемдегі 180 мемлекетімен дипломатиялық қатынас орнатты. Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанға Орталық Азияда жалпы ағынның 70%-дан астамы шетелдік инвестициялар тартылды. Ірі инвесторлар Нидерланды, ақш, Швейцария, Франция, Ұлыбритания, Ресей, Италия, Жапония, Бельгия, Канада. Жалпы алғанда Қазақстан $300 миллиард астам инвестициясын алды. Индустрияландыру жолдарында 1250 жаңа кәсіпорын мен 300-ден астам жаңа жұмыс орындары ашылды. Соңғы жылдары бұрын Қазақстанда өндірілмеген өнімнің 500-ден астам түрі өндіріске шықты. 2018-2022 жылдардағы арналған ұлттық инвестициялық стратегия бекітілді. Қазақстан 30 спорттық державаның қатарына кірді. Елде белсенді өмір мен салық бұқараластық спортпен айналысу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан спортшылары түрлі деңгейдегі халықаралық жарыстарда 70 олимпиадада және 700-ге жуық медаль жеңіп алды.